Сәлеметсіздер ме, сегізінші сынып оқушылары, каналға қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода Қазақстан тарих пәні бойынша 3-ші тоқсандағы 6-7 сабақты түсіндіретін боламын. Сабағымыздың тақырыбы 1931-33 жылдарда ашаршылық деп аталады. Яғни Қазақстанда ауыл шаруашылығын ұжымдастырудың демографиялық салдары. Жалпы ұжымдастыру деген не екенін мен алдыңғы сабақта айтқан болатынмын. Арай сабағымызды жалғастырайық. Каналға міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны достарыңмен, сыныптастарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сабақты соңына дейін қараңыздар. Сабақтың мақсаты, яғни күшпен ұжымдастыру саясатының ауыл шаруашылығын тигізген зардаптарын талдайтын боламыз. Демографиялық өзгерістердің себептері мен салдарын анықтау. 20-шы ғасырдың 20-30 жылдарындағы әміршіл әкімшіл жүйе саясатының зардаптарын талдау. Жалпы қазақ жеріндегі аштық бұл бізде екінші аштық болып саналады. Яғни бұл қолдан жасалған аштық болса, 1921-22-дегі аштық бізде бұл табиғи аштық болады. Жалпы 20-шы ғасырдың 30 жылдарында Қазақстан тарихы халық жадында зобалаң жылдар ретінде сақталған ең қасіретті кезеңдердің бірі. Бұл уақытта кеңес өкіметінің ауыл шаруашылығын күшпен ұжымдастыру саясаты, отырықшыландыру науқандары, саяси қуғын-сүргінге және де 1931-33 жылдардағы алапат ашаршылық қазақ халқының демографиялық, әлеуметтік және де рухани дамуына орасан зор зардап әкелді. Яғни бұл аштық қазақ халқының дамуына, өсуіне, экономикасына, былайша айтқанда барлық жағына да кері әсерін берді. 1929 жылдан бастап КСР көлемінде жүргізілген ауыл шаруашылығын ұжымдастыру Қазақстанда ерекше ауыр сипатты алды. Қазақ халқының негізгі тіршілік көзі көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы болған. Алайда кеңестік билік бұл ерекшелікті ескермей, халықтың жаппай отырықшыландыруға, колхоздар мен совхоздарға біріктіруге күш салып, мал-мүлікті тәркілеу науқандары жүргізіп, бай-кулак элементтерін жою ұран астында тек ауқаттылар ғана емес, және де орта кедей шаруалар да малынан айырылды. Мемлекетке ет және астық дайындау жоспары орындау үшін соңғы малға дейін өткізу талап етілді. Яғни тәркілеуде отырғанымыз бұл жерде байлардың ғана мүлкін тәркілеген жоқ, кедейлердің де, төмен отбасылардың да мал мүліктерін тәркілеп, яғни үкіметке өткізу керек болды. Яғни үкіметке өткізгеннен кейін сатып, яғни индустрия кезінде бізге құрал жабдықтарды сырттан әкелу керек болды. Сол кезде қазақ халқының тұрмыс тіршілігі жалпы мал болды. Яғни көшпелі, жартылай көшпелі шаруашылық болды. Яғни 1931-33 жылдар жаппай ашаршылық басталады. Яғни осыдан кейін бізде бұл табиғи апат емес. Мен айттым да, табиғи апат деген 21-22-де болды. Бұл бізде әкімшіл, әміршіл жүйенің зорлықшыл саясаты тікелей салдар. Яғни бұл бізде Ресейдің жасап отқан аштығы, Калашников, Сталиннің жасап отқанда. Халықта азық қоры қалмады, мал саны күрт азайып, жұрт індет пен аштыққа ұшырайды. Яғни осы жерде халықтан мал тартып алады. Тартып алғаннан кейін халықта азық қалмайды. Сол кезде мал саны азаяды. Мал саны азайғаннан кейін елде індет, яғни ауру тарап, аурудан кейін барып аштық тарайды. Зерттеушілердің дерегі бойынша осы жылдары Қазақстанда 1,5-2,3 миллионға жуық адам қаза тапқан екен. Яғни қарап отырсаңыздар, осы 2 жылдың ішінде бізде 1,5 мен 2,3 миллион адам қаза тапқан аштықтан. Олардың басым көпшілігі қазақтар болды. 1926 жылғы санақта республика халқының шамамен 58% құрған қазақтар, яғни 1939 жылы 38%-ға дейін азайған. Яғни өте аз, яғни көп бөлігінен айырылықты қазақтардың. Бұл қазақ халқы үшін демографиялық апат болып, ұрпақ жалғастығы үзіліп, халық санының табиғи өсімі ұзақ бойы қалпына келе алмады. Яғни осы аштықтың салдарынан біз демографияда отырғанымыз халық санының күрт азайып кету, яғни төмендеуін айтамыз да. Яғни осыдан кейін, аштықтан кейін біздің қазақ халқының халық санының өсімі ұзаққа дейін қалпына келген жоқ. Енді мына жазып отырыңыздар міндетті түрде. Ашаршылықтың демографиялық салдары жаңа айтып өттім, енді кесте түрінде. Бұл қазақ халқы үшін демографиялық апат болды. Яғни қаза тапқандар, мен айтқандай, 1,5-2,3 миллион адам негізде қазақтар болды.
қазақ халқының үлесі, яғни 1926 жылы 58, 1939 жылы 38%, жалпы 40 миллион басқа жоқ малдан да, яғни аштық болмай тұрған кезде 40 миллион мал болған. Яғни аштық аяқталғаннан кейін мал саны 4 және 5 миллион ғана қалған екен. Яғни мал санында мына жерде 40 миллионнан жоқ малдан 4-5 миллион қалған. Қазақ халқы өз жеріне азшылық айналып, бірнеше ұрпаққа жететін демографиялық үзіліс болды. Яғни, қарап отырсаң, бұл аштық әлі күнге дейін қазақ халқының жадында сақталып, еш уақытта ұмытылмайтын, еш уақытта естен кетпейтін үлкен қасіретті оқиға. Қазақтардың республикадан тыс жаппай көшу, яғни осы аштықтан құтылу үшін халық жаппай көшеді. Яғни бас амандығы үшін, жан амандығы үшін мына біздің көрші жатқан аймақтарға, яғни қай жаққа кетті дегенде Қытайға, Шыңжаң, Моңғолия, Ауғанстан, Иран, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Ресей аймақтарында, Сібір, Половежьеге де кеткен екен. Шамамен 1 миллионнан астам адам көшіп кеткен. Көпшілігі жолда аштықтан, аурудан қырылады. Бұл қазақ диаспорасының қалыптасуына үлкен әсер етті. Енді картаға қарайтын болсаңыздар, осы Қазақстан ауыл шаруашылығын күшпен ұжымдастыру кезеңінде, яғни 2.233.000, яғни бұл мұнағы аштықтан қырылған 1930-32 жылдарымен. Жалпы бұл бізде қазақтар санының 49%-дан астам екен. Мына Қазақстанда күшпен ұжымдастыру қарулы қарсылас, яғни 1929-31 жылдар халық көтерілістерін бастаған аймақтар. Яғни осы аштық болған кезде енді қазақтарды қарап отырмайды ғой, қолдан бостан босқа, яғни бұларда қарсы шығады. Яғни қарап отырсаңыз, біздің Батыс Қазақстанда бұл өткен Ойыл, Доссор, Маңғыстауда, одан кейін Ырғызда, Батпаққара, Қарақұм, Созақ, Абралы, Шыңғыстау деген Шығыс Қазақстанда, оңтүстікте осы біздің жағы қарсы көтерілістер ұйымдасқан. Одан кейін Созақты 1929-31 жылдары болған көтерілістің уақыты көрсетілген негізгі орталықтары, яғни осы көтерілістің негізгі орталықтары осы Созақ ауданы болған екен. Одақтас республикаларға көшіп кеткен қазақтар қайтпай қалғандардың 300-ден астамы, яғни мына белгі көріп тұрсыз, мына көрші мемлекеттерге қоныс аударып кеткен. Моңғолия, Иран, Ресей деген сияқты, Қытай деген сияқты. Шет елдерге көшкен қазақтар, яғни мыңдай шет елдерге көшіп кеткен. Шетелге көшіп кеткен да, бұлар аштық кезінде кеткен. Қазақтардың шекарасы дейді, мынау енді біздің шекара біздің. Әрі қарай мына көтеріліс әлеуетінде қазақ шаруаларының қарулы қарсыластары ұжымдастыруға қарсы ірі көтерілістер болды. Мына біз негізгі көтерілістер Созақ көтерілісі 1930, Батпаққара, Адай көтерілісі, Балқаш, Қарқаралы, Шұбарта өңірлерінің осы себептері бұл көтерілістердің малды тартып алды, дінге қысым көрсетті, зорлықпен колхозға кіргізу болды. Нәтижесінде Қызыл армия ОГПУ күштерімен басылып, мыңдаған адам атылды, сотталды және де айдалды. Яғни осы патша үкіметіне, билік басындағыларға қарсы пікір айтсаң, сені ату жазасына жер аударып жіберген. Кеңес өкіметінің жазалау саясаты, яғни қарсы пікір айтқан үшін, қарсы шыққан үшін кеңес өкіметі өзінің саясатын қолданды, жазалау саясаты да. Яғни бай кулактарды жою науқаны, жаппай тұтқындалу, ату жазасы кесілді, еңбек лагерін ГУЛАГқа жіберу, Карлаққа жіберу деген сияқты лагерлерге жіберді. Кінәсіз адамдар халық жауы деп айыпталып, азық жасыру, қарсы үгіт жүргізу деп жалаумен жабылды. Яғни тәркілеу кезінде үйлерінде азықтарын тыққан үшін бұларды осындай кінәсіз, ешқандай кінәсі жоқ адамдарды күшпен тиеп алып, айдаладағы лагерлерге апарып тастаған. Яғни бұл өзі ГУЛАГ дейтін еңбекпен сүйеуді лагері, яғни халық жауы деп осылай қинаған. 20-30 жылдардан зобалаң саяси қуғын сүргін, яғни ашаршылықпен қатар репрессия орын алды. 37-38 жылдары ұлттық интеллигенция жойылды. Біздің ұлт зиялыларымыз бар. Солардың жаңағы
пікірлерін, жалпы қазақ жеріндегі білімділерді, қазақ халқының түп тамырын, ұлтын, дінін барлығын жойғысы келді. Мыңдаған адам атылды, жазықсыз партия, ғылым, мәдениет өкілдері жазаланды. Нақты соның ішінен мына патша үкіметі жалпы ресейліктер біздің қазақ жеріндегі мықты дейтін тұлғаларды өлтірген, білімділерді әсіресе. Себебі қазақ халқын түп тамырын жойып, осы жерді өздері басып алғысы келген. Халық жауы деп айыпталып, мыңдаған адам атылып, партия мен мәдениет өкілдері жазаланды. Жақсы. Ұлт зиялы қауымның көзқарастары, яғни қазақ зиялылар ұжымдастырудың әдістеріне қарсы болды. Яғни біздің қазақ зиялыларымыз ашық хат жолдайды, бесеудің хаты деп аталады. Яғни Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұлов, Смағұл Сәдуақасов негізгі ұстанымдары қазақ шаруашылығының ерекшеліктерін ескеру керек дейді. Күшпен отырықшыландыру қарсы болды. Кейбір Мәскеуге хаттар жазып, ашаршылық туралы ескерткендер болды. Яғни осы бесеудің хаты Голощекинге хат жолдайды, яғни қазақ халқында болып жатқан мәселені тоқтату үшін, бірақ оны ескермеді. Олардың пікірі ұлтшылдық деп бағаланды. Кей өздері репрессияға да ұшырады. Кейін бұларды түрмеге қамап, 37-38 жылдар ату жазасына кесілді. Жалпы сабақты қорытындылайтын болсақ, 1931-33 жылдар ашаршылық бұл қазақ тарихына ең үлкен ұлттық апат. Халықтың жартысынан жуығы қырылып, босып кетті. Демографиялық, мәдени, әлеуметтік құрылым күйреп, ұлттық элита жойылып, қазақ қоғамының табиғи дамуы бірнеше онжылдыққа тежеген болатын. Оқушылар, бүгінгі біздің Қазақстан тарих пәні бойынша 6-7 сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Қосымша мәліметті өздеріңіз кітаптан оқып алып толықтырсаңыздар болады. Сау болыңыздар.